Дінімізде білім алудың маңызы өте үлкен. Пайғамбарымызға Аллах Тағала алғашқы вахи етіп түсірген аяттарда «Иқра бисми роббикаллази халақ» оқы, жаратқан Раббымен атымен оқы деп алғашқы аяттарды түсірген болатын. Яғни бізде ислам дініміз ең бірінші адамды оқуға, білімге шақырады. Және пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жанындағы жүрген сахабаларына ілім алуға, білім үйренуге және сол алған ілімдерін амал етуге әрқашанда шақыратын. Және бір хадисте айтады: «Талибул илми фаридатан кулли муслим вал муслимат». Білім алу әрбір ер және әйел мұсылманға міндет. Және басқа бір хадисте айтылады: қашанда адам баласы дүниеден өткесін, оның амалдары тоқтайды. Тек қана 3 амалдан басқасы. Яғни сол 3 амалы үзбей адам дүниеден өтсе де, оның амал дәптеріне жазылады. Соның ішінде біреуге үйреткен ілімі. Яғни егер сіз біреуге ілім үйретсеңіз, сол ілімін адам арман қарап басқаларға үйретсе, соның сауаптары сіздерге жазылады.